Достар, арнама қош келдіңіздер. Көрме жаттап тіркеліп лайк басуды ұмытпаймыз. Бүгін бізде жаңа сериал. Оның аты Суперс деп аталады. Сіздерге жақсы қарауын тілеймін. Ал біз бастаймыз. Мінекей сіздің балаңыз. Мынау мен балам ба? Иә, міне алыңыз. Мен кеттім. Немене? Басқа баламен шатасып кеткен жоқ па? Мен балам сияқты емес қой. Бірақ түріне қарасаң маған ұқсайды. Бұл қалай сонда Суперсі? Бұны әкесіне көрсетпеуім керек. Қалай істесем болады екен? Так, мен тезірек үйге барайын. Ой, тоқтай тұрыңызшы. Өтініш, мына баланы өзіңіздің үйіңізде ұстай тұрасыз ба? Қалайша? Бұны әкесі білмеу керек, ондай болса мүлдем болмайды. Бұл қалай сонда Суперсі? Өзім де түсінбеймін, бірақ маған ұқсайды. Соңға қарағанда бұл менің балам. Жақсы, қарайын. Онысы өзім жалғыз үйде тұрам. Бұл бала қыз ба или ұл ма? Бұл бала қыз. Сондықтан оны кішкене бір 5-6 жасқа дейін қарай аласыз ба? Әрине қарай алам. Ал сіз қайда тұрасыз? Жұбанов көшесінде 32-ші үйде тұрамын. Ой, қандай жақсы болды. Ал мен 30-ші үйде тұрамын. Арамыз бір үй екен. Жарайды, әңгімені созбай, мына баланы алып кетші өтініш. Тек соған қарашы, өскенге дейін. Жақсы ма? Жарайды. Мен әкесіне не деп айтамын? Менің балам қайда? Не болды саған? Неге екенін білмеймін. Балалардың ішінен ол баланы таппай қалдым. Шатасып кетті көбісінде. Қалайша сонда өз баламыз таппай қалдық па? Иә, дәл солай. Қалайша таппай қалған? Мен полицияға хабарлауым керек. Жоқ, хабарламай-ақ қойшы. Кейіннен табылар. Енді қайтеміз, оны барынша іздеткенмін менде. Ой, жақсы. Ханым, бұл сізге осы дәріні ішу керек. Бұл қандай дәрі дағы? Бұл дәріні ішсеңіз, барынша осы ауруханадан шығуға тырысады, сізді емдейді. Менің қай жерім алып жатыр? Сіздің денсаулығыңызды тексеріп қарағанда миыңызға зақым келген. Мен оны қалай сезбей жүрмін? Ол алғашында сезбейсіз. Мен сізге айтпай-ақ қояйын дегем. Сонда менің миымда зиян келген ба, зақымданған ба? Әрине. Сондықтан осы дәрі, міне осы дәріні ішіп тұрсаңыз, шамамен 1 жылда шығасыз. Немене? 1 жылы нес? Мен оған дейін қалай шыдаймын? Жарайды, мына дәріңізді ішіңіз. Ал мен кеттім. Той бір. Енді қалай ауруханадан шығам бұл түріммен? Ақыры үйге жеттім-ау мына түрмен. Ой, сен баланың атын қалай қойсам екен? Сені қыз деді. Енді қызға қандай ат тапсам екен? Ой, жақсы, одан да сен тәп-тәтті болып ұйықтап жатыр екенсің. Мен сені орнына жатқызып қояйын. Так. Ой, жақсы болды ғой. Ішім піспайтын.
онсызда үйде жалғыз өзім тұратын едім. Бірақ ана бала, яғни ана қыз өскеннен кейін анасын қалай таниды екен? Жарайды, ол жағын ойламай қояйын. Одан да оған мен сүт дайындайын. Бала жылап жатқан сияқты ғой. Ой, жарайды. Ой, саған не болды? Жақсы, мен қазір саған сүт дайындаймын. Сен жылама. Міне сүтің. Жылытып дайындап қойдым. Бұл жыламашы ма? Енді сені ойнататын ойыншықты қайдан табам? Бірақ сен ойнамайтын сияқтысың ғой. Жақсы. Сен одан да не осының үстіне отыра тұр. Мен мына жерді жинастырып жіберейін да өзіме тамақ жасап жіберейін. 1 жыл өтеді. Тезірек жұмысқа үлгерсем барайын. Ой, сен ауруханадан шықтың ба? Иә, шықтым. Содан өзім таксимен келе жатқам. Неге маған хабарламадың? Мен өзім машинамен алып кететін едім ғой. Жоқ, керек емес, ең бастысы келдім ғой. Қалай, амансың ба? Емделдің ба? Иә, емделдім. Ой, жақсы болды. Мен онда жұмысқа кетіп бара жатырмын. Сен үйде отыр, жақсы ма? Жарайды. Ой, қызымды ойлап тұрғаным. Қазір жағдайы қандай болып жатыр екен? Ана әйелдің атын да нөмірін де сұрамаппын. Қызымның жағдайы қандай болып жатыр екен? Тіпті оған атын да қоймаппын. Ой. Мен оны уайымдап жатырмын. Болды, мен үйде босқа отырмаймын. Мен барып оның үйіне барамын. 32-ші үйдеді ғой. Жақсы, барайын. Қайда менің қызым? Қайда? Әй, сіз кімсіз? Мен сенің есіңдемін бе? Осыдан 1 жыл бұрын ауруханада саған балам тапсырып едім ғой. Мен сіз танымаймын, менің үйімнен кетіңіз.